Ассалаумағалейкум, қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып отырмын. Бүгінгіде мәселе сол, мынау референдум, өтірік референдум. Қайтсек қандай болады деп, мынау зұлым биліктің қайтсек қармағына түспейміз, қулығынан құтыламыз деген мәселе. Мына көп кісілер маған жазып та жатыр, айтып та жатыр, жаңағы бұл референдумға бармаймыз, барып тұрған ол деген жаңағы өтірік, біз оған бойкот жасаймыз дейді. Өздеріңіз білесіздер, барсаңыз да, бармасаңыз да, ол сіздердің жаңағы конституциялық құқығыңыз. Міне, бұның жаңағы енді мен айтқан жолы бар, осы дейін айтып келе жатырмын жаңағы. Егер бұл референдумға сенбесеңіз, егер сіз жаңағы мемлекеттік мекемеде жұмыс істейтін болсаңыз, мұғалім болсаңыз, дәрігер болсаңыз, сіздерді міндеттейді сояққа баруға, міндетті түрде бару керек боласыздар. Міне сойтып міндеттеген жағдайда барып, жаңағы жерде суретке түсіп, бюллетенді алмай, оны салмай кетуіңізге болады. Сіздерден жаңағы суретті талап етеді ғой, барғандарыңыз туралы. Ал қалай жауап бердіңіз, қалай қойдыңыз, енді оны тексереді деп ойламаймын. Егер жаңағы бюллетенді алмауға мүмкіндік жоқ, қайткен күнде де соған бір жауабыңызды жазып, соны салу керек болып жатырса, ол кезде бюллетенді бүлдіріп кетіңіз, бір жаман сөз жазып, болмаса жаңағы жоқ деп жазып, соны гармошка қылып орап, сөйтіп жаңағын ішіне салыңыз. Сол жаңағы жоқ деген дауыстар есептеледі о жерде, адамның келген дауыстар есептеледі. Міне, ал егер сіз ондай мемлекеттік мекемелерге жаңағы олардан қуғын көрмесеңіз, олардың жаңағы зорлап бар деп сізге айтпайтын болса, өз еркіңізбен барсаңыз, міне сол жерде жаңағы тәуелсіз бақылаушы бола аласыз. Сол жерде жүріп, бақылап, қарап, оның сізді о жерден қумау керек негізінде. Бірақ енді бұл Тоқаевтың жүйесіне сенім жоқ, о жердегі полицейскийлар, ол жерде болмау керек полицейскийлар, сізді жаңағы тексермеу керек, неге жүрсіз деп. Ол күні жаңағыдай мейрам есебі сіз жаңа өзіңіздің көзқарасыңызды білдіруге келдіңіз, өзіңіздің таңдауыңызды айтуға келдіңіз. Соны сол жерде күтіп жүріп, қарап жүріп, қаншадан келіп жатыр, қаншадан кетіп жатыр, соның бәрін бақылап, соның бәрін бейне жазба жасап отырсаңыз да болады. Жаңағы болмаса үйде отырып алып бойкот жасасаңыз да болады. Бірақ ол кезде жаңағы дауыстарыңыз енді ұрланатыны анық. Егер сіз үйде отырып бойкот жасасаңыз, оны да жаңағыдай желіге салсаңыздар жақсы болар еді. Бізге есептеуге де жаңағы өзіңізді түсіріп, жазып, міне мен бойкот жасадым, мен дауыс берген жоқпын, мен үйде отырмын деп жазсаңыз, соны неге біздерге салсаңыз, желілерге салсаңыз, біз сол кезде есептеп кімнің келгенін, кімнің келмегенін, кімнің жаңағы бойкот жариялаған бәрін есептеп, оңайырақ болар еді есептеуге. О жердегі қазіргі келіп атырған мынау тәуелсіз бақылаушылар биыл шетелден келетін бақылаушылардың саны аз болып тұр. Өздеріңіз салыстырып көрген шығарсыздар, қай жылдары 1000-нан асқан болса, одан да аз болды, биыл енді 200-дің ояқ бияғындағы. Ол біздің Қазақстанға ол түкте емес. Сол үшін де мынау халықтың арасынан сондай белсенді бақылаушылар шықса, жақсы болар еді. Бүгін тағы бір жағымды жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Мынау біздің жұмыстарымыздың арқасында шығар, жаңағы мынау жасұлан баламызды естідіңіздер ғой, Украинада, Украин жағында соғысып атырған, сол әділдік үшін, сол Украин бауырларымызды қолдап, сояқта соғысып жүргендерін. Одан да басқа қандастарымыз бар, сол жеңіс үшін сояқта өлім мен оттың ортасында жүрген бауырларымыз. Міне солардың Жасұланның соны мынау қазіргі неге
Инстаграмға, Фейсбук парақшасына шығып насихаттап жүргенін, мынау үкімет жайында теріс көзқарастарын айтып, мынау біздің қандастарымыздың кішкене көзін ашып, енді көзін ашып деген сөз енді дұрыс емес сияқты, мен о бастан айтамын, көздері, көкіректері бәрі ояу, көздері ашық біздің халықтың да, балдардың да. Бірақ енді сол жерде жаңағы бәрін ұстап тұрған бір мәселе бар, семья жағдайы, денсаулықтары, қартайған ата-анасы, соларды бағу керек. Міне сондаймен ғана байланып отырғандар бар, сол жаңағы әскерде, полицияның құрамында жүргендердің көбісінде міне сондай себептермен жүрген бауырларымыз қазір міне шешіліп, енді өз көзқарастарын анықтап, халық жаға жаймендеп өтіп жатыр екен. Бұл қуантатын жағдай. Бұл ертеңгі күні, Алла жазған күні, X күні келгенде, осы бауырларымыз біздің халықты қолдайды. Міне бұл осыған қуанып отырмын, енді кішкене жаңағыдай көңіліңді орнықтырмағанмен, енді көңіліме жақсы жағымды болып естілді енді осы жаңалық. Сонымен сіздермен бөліскім келді. Бұл жақсы жұмыс, сіздер де, айналайын халқым, ерінбеңіздер, жалықпаңыздар. Көрші бар, қолаң бар, жан-жақтағы достарыңыз бар, солардың арасында да осындай насихат жұмыстарды жүргізіп, қорықпай, халық жағына өтсін. Мына ертең X күніне дайын отырсын, халқын қолдасын. Басқа ұлт өкілдерінің арасында да таныстарыңыз болса, міне қорықпай бүгін Тоқаевты емес, мынау халықты қолдасын, қазақ халқын қолдасын. Ортамыз көбейіп жатыр. Міне сол ортамыз тола берсін. Ертең күні X күні келген күні, міне бәріміз бірігіп, мынау билікті құлатып, билікті мына өзіміздің парасатты, данышпан ұлдарымыз қолға алып, қазағымның маңдайын ашады. Жарқын күндерге жол бастайды. Сол үшін қорықпаңыздар, бірігіңіздер, бірігіп, X күнін жақындатып, жақсы күндерге бет алайық. Алға қазақ елі.